Үшінші дәрісіміздің тақырыбы амалдар белгілері, тұрақтылар, түсініктемелер, басқарушы тізбектер және стандартты математикалық функциялар. Қарастыратын сұрақтарымыз амалдар белгілері, тұрақтылар және түсініктемелер, басқарушы тізбектер, стандартты функциялар. Амалдар белгісі операндыларға қолданылатын әрекеттерді анықтайтын бір немесе бірнеше символдар болып табылады. Амалдар белгілері арасында бос орын қойылмайды. Амалдар ондағы операндылар санына қарай унарлы, бинарлы және тернарлы болып үшке бөлінеді. Тұрақтылар деп өзгермейтін шамаларды атаймыз. Тұрақтылар бүтін, нақты, символдық және жолдық болып бөлінеді. Бір символдан тұратын символдық тұрақты жадыдан 1 байт орын алады және оның типі чар болады. Ал екі символдық тұрақты жадыдан 2 байт орын алады, оның типі int болып табылады. Кері қисық сызық, яғни слэш деп атаймыз, ол символ графикалық бейнесі жоқ кодтарды бейнелеу үшін пайдаланады. Мысалы, слэш n курсорды келесі жолдың басына орналастырса, слэш a дыбыстық сигнал болып табылады. Апостроф, кері қисық сызық, сұрақ белгісінің өзін шығару үшін тырнақшаларды белгілеу үшін ол қажет болып табылады. Кері қисық сызықтан басталатын символдар тізбегін басқарушы тізбектер деп те атаймыз. C++ тілінің басқарушы тізбектері бейнелеуі ол 16-лық санау жүйесінде және 8-дік санау жүйесінде ұсынылған жаңағы слэш символын қойып, одан кейін көрсетсек, онда ол жаңағы белгілердің 16-лық 8-дік санау жүйесіндегі нұсқалары шығады. Слэшті деген ол табуляцияны көрсетеді бізге. Слэш v десек, ол тік табуляцияны білдіреді. Слэш ODD ол 16-лық санау жүйесін беретін болса, слэш OXDD ол 8-дік санау жүйесін бізге ұсынады. Жалпы бізде осы басқарушы тізбектер символдарды келесі жолға ауыстыруда, жаңағы мәліметтерді экранға көрнекі түрде шығаруда тиімді болып табылады. Егер бізде дыбыстық генератор қосылған болса, онда слэш аны қолдансақ, онда дыбыстық сигнал шығады. Ал кері бір каретка кері қайтуға қажет болса, онда слэш r-ді басуға болады. Бұл каретканы қайтару, яғни біздің курсорымыз бастапқы орнына қайтып барады дегенді білдіреді. Сол сияқты жаңа айтып өттік, тырнақша апострофтардың өздерін біз бейнелеген кезде ол тырнақшаның ішіндегі символ шықпай қалады, ал сол өзін бейнелеу қажет болатын болса, онда осы слэш, яғни басқарушы тізбекті қолдануымыз керек. Комментарий екі сызықша символынан басталады, немесе сызықша, жұлдызша және ортасында мәтін жазып, жұлдызша сызықшаның арасында жазылуға болады. Түсініктеме үшін біз екі сызықты символын, ал жаңа комментарий кейбір бөліктерін алып тастау үшін сызықша, жұлдызша сызықшаны қолданамыз. Қызметші сөздер ол алдын ала компиляторға мағынасы белгілі сөздер. Біз оларды идентификатор ретінде қолданбаймыз. Қызметші сөздердің мағынасы ол компиляторға белгілі сөздер. Стандартты математикалық функцияларды біз maz_h тақырыптық файлынан шақырамыз. Мысалға, түбірасын немесе дәрежені шығару үшін біз pou-ды қолданатын болсақ, абсолюттік шама үшін abs функциясын қолдануымызға болады. Сол сияқты cell, x немесе flow сияқты функциялардың жаңағы мәндерін алатын болса, яғни ол берілген x мәнін flowны қолданатын болсақ, төмен қарай дөңгелектеу, cellді қолданатын болсақ, жоғары қарай дөңгелектеу болып табылады. Амалдардың түрлері өте көп екендігін айтып өттік. Осы амалдардың жаңағы cellді, flowны қолдану, функцияларын қолдану, ол сіздердің назарларыңызда экранда берілген. Яғни ол қалай жоғары қарай дөңгелектейді және төмен қарай дөңгелектейтіндігі көрініп отыр.
әрбір кезде біз кейбір айнымалардың жадыдан қанша орын алатындығын білуімізге болады. Ол жағдайда біз size of амалын қолдануымызға болады. Яғни ол жадыдан бүтін тип болса 2 байт орын алады, нақты тип болса 4 байт орын алады, double типі болса 8 байт орын алады. Сол сияқты дөңгелектеуге арналған round сияқты функциялар бар. Тернарлы амалдар бар, яғни жаңа бастапқыда атап өттім, амалдар C++ тілінде ол 3 үлкен топқа бөлінеді. Егер операндыға бір ғана амал қатысатын болса, онда ол унарлы амал болады. Егер 2 операнд қатысатын болса, онда бинарлы амал болады. Ал егер 3 операнд қатысатын болса, онда ол тернарлы амал болып табылады. Тернарлы амалды біз мына шартты операторларды өткен кезде қолданатын боламыз. Назарларыңызға рахмет.